Есенгелдиева Роза Сейтімқызы, композитор, әнші, қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысушы, көп балалы ана және күміс алқа иегері. Ол 1965 жылы Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Жамбыл совхозында Ұлы Отан соғысы ардагері отбасында дүниеге келген. Орта білімін сол ауылда тәмамдаған. Мектеп қабырғасында жүрген кезінен қоғамдық жұмыстарға атсалысып, көркем өнерпаздар үйірмесіне белсене қатысқан. Шығармашылық жолын 50 жасында бастаған Роза Сейтімқызы 2018 жылдан бастап өлең жазып, әуен шығаруға бет бұрады. 2020 жылы алғашқы әні жарық көрді. Қазіргі таңда оның 87 әні бар. 2020 жылы елімізге белгілі ақын, сазгер Әкім Ысқақтың 60 жылдығына арнап фотоальбом жинағын дайындап, оған естелік жазбалар мен суреттер енгізген. 2021 жылы Алматы қаласы Шалқар радиосының эфирінде Алматы түн айдарында Гүлмира Нәлібайдың жүргізуімен 1 сағаттық сұхбат берді. Эфир барысында оның Айдың нұры новелласы дыбысталып бірнеше әндері орындалды. 2021 жылы Роза Сейтімқызы үздік сазгер және үздік әнші төсбелгілерімен марапатталды. Сондай-ақ сол жылы Түркістандағы Түркі әлем жазушылар одағының форумында авторлық әндерін орындады. 2022 жылы оның шығармашылығы үлкен танымалдылыққа ие болды. 2022 жылдың қыркүйек айында ізденген жетер мұратқа атты алғашқы кітабы жарық көріп, Алматы қаласының Наурызбай ауданында тұсаукесері өтті. Осы жылы ол Алматы қаласының мәдениет басқармасы ұйымдастырған Сазды әуен атты жеке ән кешін өткізді. Қырғыз ақын жазушылары қоғамы оған алтын қалам дипломы мен медалін табыстады. 2023 жылы Роза Сейтімқызы Алматы, Түркістан, Шымкент қалаларында өткен түрлі мәдени іс-шараларға белсенді қатысты. Оның шығармалары мен әндері концерттерде орындалып, тыңдарман қауымының жылы ықыласына бөленді. Ол Шымкент қаласында қарттар үйінде қайырымдылық концерттерін ұйымдастырып, ізетті зейнеткер орталығында тұрақты түрде шығармашылық шаралар өткізеді. Роза Сейтімқызына шығармашылығы мен қоғамдық қызметі арқылы өнер мен мәдениеттің дамуына үлес қосып жүрген талантты тұлға ретінде Түркістан облысының атынан Қарашаш ана медалі табысталды. Жүгін арқала, жақсыдан күнге нұр қала, келесің жолда анашы, жаныңа байлап аққана. Көп балалы ана және күміс алқа иегері. Ол 1965 жылы Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Жамбыл совхозында ардагерлер отбасында дүниеге келген. Мектеп қабырғасында жүрген кезінде қоғамдық жұмыстарға атсалысып, көркем өнерпаздар үйірмесіне белсене қатысқан. Шығармашылық жолын 50 жасында бастаған Роза Сейтімқызы 2018 жылдан бастап өлең жазып, әуен шығаруға бет бұрды. 2020 жылы алғашқы әні жарық көрді. Бүгінгі таңда оның 87 әні бар. 2020 жылы елімізге белгілі ақын, сазгер Әкім Ысқақтың 60 жылдығына арнап фотоальбом жинағын дайындап, оған естелік жазбалар мен суреттер енгізген. Сол жылы Шалқар радиосының эфирінде Алматы түні айдарында Гүлмира Нәлібайдың жүргізуімен 1 сағаттық сұхбат берді. Эфир барысында оның Айдың нұры новелласы, ол Шымкент қаласындағы қарттар үйінде қайырымдылық концерттерін ұйымдастырып, ізетті зейнеткер орталығында тұрақты түрде шығармашылық шаралар өткізді. Роза Сейтімқызы шығармашылығы мен қоғамдық қызметі арқылы өнер мен мәдениеттің дамуына үлес қосып жүрген талантты тұлға. Мәңгі көркем шырайын сағынысып келген кезде алыстан, Жамбылымның жанға жайлы райы. Өзендері боралдай мен бөгендей, басқа өңірден іздесем де көрем бе, туған ауыл топырағын бір бассаң, қайталмайсың іңкәр күйге бөленбей. Бәйдібекте ауданының төсінде сол баяғы бәз күйімдей өрсің бе? Мен өзіңді әнге қостым Жамбылым, жер бетінде күллі әлем көрсін. Қостырамен заңғар таулар үндесіп,
күйді әнге толы жыр бесік. Сылқым өзен толқындары тулайды, таудан соққан самай желге ілесіп. Көзі бар қазағымның шаңырағы, төрт көзі түгел, бесенесі бестен жүрген көкірегі көр адамдар көп өмірде. Осы жер бетіндегі бүкіл қазағыма сәлем бердім. Осы отырыстың бәрі сөз маржаны, сөз құдіретінің арқасы. Аллам қазаққа осындай сөз өнерін өрнектеп беріп қойған. Аллаға мың да бір рахмет. Мінекей Розаның бүгін тойы, үлкен той есебі болды. Үлкен той есебі болды. Розаның мінекей бүкіл тұнып тұрған башайына дейін саз, өнер, әлгі теңіздің жағалауға ұрып тұрған толқындай халқына бергісі кеп тұратын өнері тасып асып тұрғаны көз жанарынан белгілі. Барлық халыққа, бүкіл апайларына, үшірдегі ағайларына қызмет істеп жүр. Рахмет. Өткенде менің де бір кішкентай қуанышыма келіп, үлкен көңілімді өсіріп кеткен жайы бар. Сол құттықтаймын, жалғасын таба берсін, ұл-қыздарың рақатын көр, еліңнің рақатын көр, еліміз тыныш болсын. Осы тыныштықтың арқасы, Құда қаласа мінекей желтоқсан оқиғасын еске алу келе жатыр. Енді ол мейрам емес, еске алу күні деп есептеймін. Осындай аман есен өтейік барлық белдерден, белестерден. Осы саздар, әндер, ақындардың өлеңі, жырлары таусылмасын. Құттықтаймын. Сол құттықтау үшін келіп тұрмын. Енді өлең жазуға кешке ғана естідім да, ана Фейсбуктан көріп қалдым. Ой, бармасам болмайды дедім. Сүйіктім. Aldı менің де Нұржамалым, шетелдерден есімің шет қалмасын. Өлеңді істеп алдым дегенім, Оскар жүлдесін алғаным. Америкасы бар, Мексикасы бар, Грециясы бар, мына Қырғызстанның мықты ақыны деген суреттерді білмегендер білер жүрер деп сыртына осылай келтірдім. Ал енді мен өзім айтпасам кім айтады дегендей, сол кісілермен енді, сол елдермен қазір тығыз байланыстамын десем болады. Аспаннан нұрын төгетін небір жақсы жайсаңдар таптым. Бұл өнерге келмей тұрып, жаңа Кенже құрым айтып өтіп кетті. Мен ең бір осы жерден тапқаным Кенже. Адал, асыл, құрбым. Құрбыға адал болса осындай болсын. Бұны тағы сүйірпіле жасап, мен тағы қуандық бір рахмет жаным. Ал енді ең алғаш басында өмірбаян беріліп кетті. Ең алғаш осы Ақмисқақтың оң қолы болып жүріп, өздеріңіз білетін, соңына бір кішкентай кітапқа қанатты хаттар деген бір кішкене сәлемдеме жазылды, құттықтау. Одан кейін ең бай әке деген кітап бар, жерде Ақмисқақтың болғанда құттықтау жазылды да, сөйтіп өзім бала күнімнен жазатын сөйтіп жүргенде осы Ақмисқақтың 60 жылдығына осы фотоальбом жасау керек болды. Өз атымнан сый етіп. Содан осыны жасап. Күнде емес ау сәзелеме бағалары әр әннің мазмұнында. Достарың да қостады, сенім берді. Әрбір жазған әндерің көңілгенді. Ән қоржыннан шашылған ноталарың ақ бұлттарға оранып кебінделді. Еңлік гүлдей гүлдеді жыр жамалың, әнге айналды менің де Нұржамалым, шетелдерден есімің шет қалмасын, ақын болсын дәл мендей бір жаманың. Тадылас дейтін мен осы ғибрат мәдени ұйымының мүшесімін. Осы жерден жаңағы көңілім ояу болғаннан көзім соқырып, соқырлардың арасында неғып отырдық.
Осы жерде осы мынау Ақжарқын Бәкір ағалардың осы клубында тіркелгенмін. Кеше ғана мына екісі күні Алматыда облысы келген ауданында қоғам қайраткері Заманбек Нұрғалиевтің ескерткіш бюстінің ашылу салтанатына барып, бүгін пойыздан жаңа түсіп, бері қарай таксименен жолдап осы балзым деп жеткенім осы. Бұл қыз екеуміз біраздан бері творчестволық байланыстамыз. Менің 12 өлеңім ән жазыпты. Роза, алтын саған үлкен рахмет. Мен мынау 10 жыл болды өлең сөздің патшасы шығармашылық бірлестігін басқарып, осы 250-дей шәкірт тәрбиеледім. Мені бүгін ғана бір қаралы хабар естіп отырмын, бір шәкіртім өмірден өтіпті. Алла иманды болсын, алматылық ет. Бірақ көңілді түсірмейміз, өмір өз арнасымен аға береді. Роза, саған үлкен творчестволық табыс тілеймін. Мынау сол өлең сөздің патшасы шығармашылық бірлестігінен арнайы құттықтау хатты жазып алып келіп отырмын. Жаңа Бөрбай ағам айтпақшы, өзің оқып аласың. Бұл қызға арнап бүгін жолда бір 4-5 куплет өлең жазған, бір Елмираға өтініш жасаған, бірақ мен енді жазғанда голосовоймен жазам ғой, дауысты хабарламаменен. Мына қыздарым маған неге жазып жіберетін, бұл қызым өзі жаңа түсінбей жазбапты, енді арнайы өзім оқып беремін. Ал осы қымбатты тағдырластар, сіздердің баршаларыңыздың Алла отбасыларыңызды аман қылсын, дендеріңізге саулық берсін. Мынау кітапхана әр уақытта сіздермен бірге, мынау Ақжарқын, осы жерде мынау Гүлбахира, осы жерде жаңа қыздарым, қайсы жаңа өлең оқыған қызым. Ләззат. Осы қыздарымның әр уақытта еңбек жана берсін. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Осындай ақын сазгер Абылайхан сияқты. Аяға теңдеуші едік қой. Салсанды кекене, саққа берген ойуға, жаз алмадың еңгеге ойда біраз ойымға, ол теңгеге. Күәгер шығарсын, сіз болсақ аз елді. Мен барымда сен барсың, шам шолғышы әжелді, ол теңгеге. Сүмбілетін жаралыған, бір жадысың кереге. Табиғаттан әралған табиғисын теңгеге, ол теңгеге. Сүмбілетін жаралыған, бір жадысың кереге. Табиғаттан әралған табиғисын теңгеге, ол теңгеге. Ол сол ұлар деген жаңа аққуда айырмас құстар махаббаттың символы ретінде көреді ғой. Мына ұлар деген құс 30 құс ұшып баратса, біреуі тасқа қыстырылып қалып кетсе, 29 ат қарайға айдып жаңа іздеп 30-ын тауып алып, бірге ұшатын құстар екен. Осы жолымыз жазылмасын, өнерпаз болу бір өнер, өнері қастерлеген екі өнері табылады екен. Сіздер бүгінгі Розаның кешіне келіп отырсыздар. Роза өнерпаз, сіздер екесі өнерпазсыздар. Мына келгендеріңізге үлкен рахмет. Анау үлкен аудиториядан көрі, мынандай жерлерде жылы сөйлесіп, микрофон сөйлесіп, микрофон айтқан елесін. Жаңа ағаларымыз танып жатыр. Біраз ақсақалдарға сыртынан автобиографияның географияны айтып кетіп жатыр. Москва сразу не строилась дейді, сол сияқты. Мен ана общежитиеде тұрғам кезінде, сол туалетте бөлмеде тұрғам. Соны айтып жатыр мінекей, дұрыс, ол рас сондай жерде тұрған кездерім болды. Бірақ жынға ағып кеткен жоқ, нормально келе жатыр. Оларын айтып береді. Өзіңнен сәулем аумады, қанатын серпіп, қанатын желпіп, жанымды неге баурады. Қайдасың менің олар,
еркелеп келші еркеленші жер көкте жалғыз тұмарым. Айналам түрлі гүлдеке, гүлдерген жерді жыр ете, адасып қалған аяуларман құс болып іздеп жүрмекен. Қайдасың қайда оларым, арқашы көңіл мұнарым. Еркелеп келші еркеленші жер көкте жалғыз тұмарым. Көңілге көркем елеңдеп, көндігіп мен де келем бе, иланып едім, қиналып едім, махаббат жалған дегенде. Қайдасың менің аларым, арқашы көңіл мұнарым. Еркелеп келші еркеленші жер көкте жалғыз тұмарым. Еркелеп келші еркеленші жер көкте жалғыз тұмарым. Әркімнен совет сұрап жүріп әйтеуір осы жасалып шықты. Ең алғашқы жаңағы түрткен дүнием болды. Одан кейін Фейсбукқа түртіп жүріп, жазып жүріп, содан жаңа бір кішкентай шығармашылық кеш не болды, топ болды. Сол жерде әңгімелер жазып жүріп, бір күні сол жерде Нұрғиса Төлемұрат деген мына сайрандық азамат бар. Сол бір күні айтты: «Әпше, сіз әңгімелер жинағы деген жазсаңызшы» деп ойға келді. Ол да ана біреуден біреу, екеуден екеу жақсы екен. Сөйтіп жүргенде әңгімелер жинақтап жазып Фейсбукқа сала бердім. Кейін оларды реттеп, жаңағы коррекция жасап, содан осы ізденген жедел мұратқа деген дүнием шықты. 2020 жыл. 2018-дің күзінен бастап жаздым. Неге өзімнің авторлығым. Ал енді одан кейінгі мына жердегілер жаңағы өмірбаянды айтып отыр, оның бәрін тоқталудың қажеті жоқ шығар. Қырғызстан журналына шықты. Біздің ауыл кетпенің етегінде, ерге шықсам ауылыңа жетемін беу сар бидай, сағындым қалқам ауылыңда. Ақтамақтан немін ки бір иіс кетсе, айналсақтап қасыңнан кетемін беу сар бидай, сағындым сәулем даусыңда. Есіктің алды қарай, қалқаның мөлдір жанарай, сәулет-ай еске түскенде, жүрегім оттай жанадай.
қамдаусыңдай есіктен алды талқайын басыңда тұрна жаздайым сәулет ай еске түскенде сағынып сонда сарбидай әнін салғаным есіктен алды талқайын басыңда тұрна жаздайым сәулет ай еске түскенде сағынып сонда сарбидай әнін салғаным осылай қызым-ай жүріп болсын İnternet yok bak. Aynastan oz paratı da İskedin bir әжетай талай рет шешіп алып жүргөттен емірене искедің бе әжетай талай рет шешіп алып жүргөттен ертек айтып талай мені ұйықтатқан жұмысқа да ерте барып кеш қайтқан шаршамайтын айналайын әжетай жүргөгімді талай жуып құрғатқан шаршамайтын айналайын әжетай жүргөгімді талай жуып құрғатқан мен ауырсам шыж-бұж болып жанасың шипайдау мөлдіреп бір қарасың ұмытпаспын жана жетай өзіңдай жоқ қой бұған ешқайсыңның таласын ұмытпаспын жана жетай өзіңдай жоқ қой бұған ешқайсыңның таласын февральда желтоқсан ардагері, желтоқсан қатысушысы қуғын-сүргіннің, саяси қуғын-сүргіннің құрбаны деген биылғаны атақ алып жатырмыз. Сондықтан қазақ еліміз, осы қазақтың қыздары, ұлдары, осы еліміздің дәстүрін, ұлт салт дәстүрлерін, өнерін, тілін барлығын дамытады деп сенеміз. Мені Розаның келіп отқанына өте қуаныштымыз. Қасындағы ақындарға, ағалар болса, ағалар, інілер болса, інілерге, әншілерге барлығына рахмет айтып, осы ақсақалдар, қариялар, дариялардың атынан рахмет айтқым келеді. Одан кейін бірлік, былтыр осы жазушыларға арналған жылда дәстүрлі Шамшырақ деген фестиваль болады. Мынау Омархан ініміз былтыр ақындардан гран-при алды. Мен енді қол өнерден гран-при алып едім. Содан қыздардың дауысын естісем, қыздардың
түрін көрсем бір гүл сыйлағым келіп тұрады. Осы жерде Айжан Тәженова болғанда да осындай гүл беріп едік. Бұның иісі шықпайды, бірақ шірімейді. Жасаған қол өнері. Бұл Ниязбек ағамыз жаңа өзі айтып кетіп отыр. Бұл ақпарымыз желтоқсан оқиғасына қатысқан бұл кісі біздің осы клубымыздың белді мүшелерінің бірі. Бұл Ағасының қарындасына беріп жатқан гүлі көрдіңіздер ме? Sağ olsun. Aman olsun. Bundan verirsen. Армысыздар, құрметті қонақтар, ұжымдар, ақын, жазушы, композитор. Мен өзімді таныстырып кетсем, мен және Ролан Асқарбек, осы Шымкент қаласының тұрғынымын. Енді Роза Есенгелді әпкемізді, Эльмира Сәрсенбайқызымды осы әлеуметтік желі арқылы таныстым. Мыңда бір алғыс сіздерге жаңа. Енді мен бұл сазгерді ресми тіркелген жоқпын енді. Құдай қаласа болып қалатын шығар енді. Алматыға құжатқа жіберіп келісіп жатыр. Енді жауабы келіп қалатын шығар деп үміттеніп отырмын. Енді өзім таныстырып осы ән жазу осы 18 жасымнан бастадым. Ағылшын әндерден бастадым. 2007 жылға дейін 6 альбом шықты. 2013-16 жылға дейін тағы бір 4 альбом шықты. 46 ағылшын тілді жетті, бірақ енді ағылшын тілді білмеймін ғой енді. Жас болды, не болды, әңгіме қалды. Енді 14 ән жаздым. Әнемесі ол 14 ән шықты. Құдай қаласа биыл альбомда өзім орындаған жоқпын. Енді Құдай қаласа ұмыттым. Сол енді 14 ән альбом шықты. Әніме альбом жазадым. Соның сіздердің қуаныштымын. Өткенде Эльмира Сәрсенбайқызының шығармашылық кешінде де болдым. Кеше әлеуметтік желі арқылы жаңа шақырды бізді. Сонымен қой барайық деп шешім қабылдадым. Мыңда бір алғыс сіздерге, осындай қуаныштымын сіздерге. Жақсы осындай неміз арта берсін, кездесулер жақсы бола берсін. Енді мен өзім мұны Шамшы Қалдай атамыз әке-шешем жаңағыдай батасын беріп кеткен екен. Ол кісі негізі әулие кісі негізі. Сәл айтты ма болды. Ең Марат Омаров атамызға да кезінде жас кезінде батасын берген, ол да сондай сазгер. Олар тегіне теген адам емес ол негізі. Мұқағали ақын айтқан сөзі қандай мысалы керемет. Енді осындай бізді осы халқымызды сақтап тұрған жерімізді, осы біздің дәстүрімізді, әдебиетімізді, мәдениетімізді, шығармашылық. Бұлар болмаса Құдай сақтасын қазақ халқы жойылады. Осы шығармашылық, осы өзімізді өмірімізді сақтап тұрған осы шығармашылық қой негізі. Мыңда бір рахмет. Әдебиет пен тарих мәдениетіміз негізі. Мыңда бір рахмет. Рахмет. Мен микрофонмен сөйлеймін. Шамал даусым шықпай жүр кейінгі айларда. Құрметті өнерсүйер қауым, бүгінгі мынау Роза әпкеміздің әдеби шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Құрметті ақсақалдар, мынау жаңағы қазақтың қартын сыйлауы, елдің салтын сыйлауы дейді. Бүгінгі мынау ақсақалды аталар, бүгінгі мынау кешіміз сіздердің құрметтеріңізге арналып жатыр, құрметті ақсақалдар. Мынау жаңағы үлкен басшыларымыз бас жағында мынау іс-шараны ашып берді ғой. Біз мүгедек емеспіз деп жаңағы біз негізі мүгедек жандармыз деп сондай тілек айтып өтті басында. Сол сияқты сіздерді ондай деп келіспейміз. Мен енді бұл жерде қазір бір бөлім, мен де сазгермін, бірақ қазіргі күні жаңадан өзім операциядан шыққан екен, қазіргі күні өлең айта алмаймын. Бірақ мен Құрал Көмек деген Физули сыйлығының иегері ақын бар, сол кісінің бір өлеңін оқып берейін. Осы өлеңге ән жазып едім. Өмір атты өлкені мен мекендеп, бақыт іздеп жүргенімде жетем деп, зағип жанды көрдім дағы ойландым, менің көзім сонікі ма екен деп, менің өлкем құтты болған мекендеп, қиял кезем бақытты боп өтем деп, аяғы жоқ мүгедекке қарадым, аяқтарым сонікі ма екен деп, арманымды ұстамақ боп бекемдеп,
алаңдаймын бақыт қайда екен деп. Досты жерлеп қабірінде қайғырдым, оның орны менікі ма екен деп. Атқан таңға шыққан күнге жетем деп, келе жатсам үміт үйін екен деп. Қолын жайған қайыршыны көремін, теңгелерім соныкі ма екен деп. Мен өмірге келіп едім күлем деп, жүрегімді берер едім, жүрегімді берер еді кімем деп. Бекер екен менің мәз болып жүргенім, өзгелерден рахат өмір сүрем деп жазған екен Құралдың ақыры. Осы өлеңге осы кітап шыққан кезде осы өлең өзім ән жазып біраз жыл өтіп кетті. Мен өзім де сазгермін, бірақ мына бауырым айтпақшы, мен де тіркелген жоқпыз, ресми жаңағы сыртта жүрген сазгерміз әуес қой. Енді Роза Ақбемізге келер болсақ, Роза Ақбе, енді өзіңіздің шығармашылығыңызда Facebook әлеуметтік желі арқылы таныспыз да, және өзіңізбен де бұл кісімен Баян Бекетова деген ақын Ақбеміздің кешіне танысқан болатынбыз. Сол кезде бұл композитор Ақбем сол жерде бір ән орындады, мен Баян Ақбем, мен де бір ән орындап, сонда бір дастархан басында бірге болып едік шарада. Содан бері бұл кісімен Роза Ақбеммен араласамын, жерлесім, бәріміз Бәйдібектігіміз. Өнеріңіз шыңдала берсін. Енді мен өзім композитормын, ақын емеспін. Енді Роза Ақбе, бір әніңізге қол қосамын, бір әніңізді беріңіз, орындайын, аранжировкасын Құда қаласа өзім жазап, Роза Ақбемнің Құда қаласа әндерін жақта шығуға өзім уәде беремін. Құда қаласа рахмет баршаңызға. Өнерлеріңіз шыңдала берсін, орта тола берсін. Не айтамын, мен енді ақын емеспін дедім ғой, сазгермін. Кітабыңызда шыққан жерлер бар екен, кітабыңызды уақыт болып жатса бір кезде маған да біреуін берерсіз, оқып танысармын. Жүрегіме жақын болып жатса мен де бір ән жазармын. Кеше ғана мынау Бөрбай ақын көкеміздің кешінде бұл көкемді бір кітабын жазып естелікке берді. Бұйырғанша ән жазып жатырмыз Бөрбай ақын көкеміздігіне. Барлығыңызға осы өнердің маңайында жүрген барша әнші, ақын, сазгерлер, осы поэзия жанында жүрген барлығыңызға Құда қаласа Аллах денсаулық берсін, биік шыңдарды көре беріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ақбем, рахмет, денсаулығыңыз мықты болсын. Денсаулығы болмаса болсын. Ешкімге қажет емес. Құрметті қауым, бүгін Розаның сазды әдеби кешіне жиналып, мына бір шаңырақта керемет кеш болып жатыр. Жаңа апалар айтқандай, әлеуметтік желі деген өте керемет болды. Мен де сол жерден оқыдым, және айтпай келдім. Сол жерде кім отырады? Өнерді, қазақтың өнерін құрметтейтін азаматтар отырады. Жаңа жастар айтқандай, осы өнеріміз болмаса, осы дәстүріміз болмаса, шынында жерімізді де бәрін тонап бітті. Бірақ біздің бойымыздағы тектілік, өнеріміз, тіліміз, дәстүріміз ешқашан өлмек емес. Розаның алғашқы қадамдарынан білемін, пандемияның алды жаңа өнер туындыларын жасап жүрді. Сол кезде мен тілекші болатын, Роза, Құда қаласа халықтың алдына шығасың өнеріңмен, осылай таныласың деп. Міне сол күндерге жетіп, шығармашылығы шықты, кітабы, көптеген сазды кештері әр қалада болып жатыр. Қырғыз еліне де басқа да шараларға қатысқанын әлеуметтік желіден көріп отырамын. Мен өзім ұстазбын, биыл зейнеткерлікке шығып жатырмын. Осы өнердің арқасы, осы адамның жаңағы көңіл күйінің байлығы осы сіздерден көрініп тұр. Мына жерде керемет киімді немесе бір ең соңғы брендті киімді ешкім жоқ, бірақ көңілі бай. Жаңа қызымыз қандай өлеңді оқыды тебіреніп. Яғни біздің ұрпаққа сенің өлеңдерің жетіп жатыр деген сөз. Мына кітапхана арқылы тарайды деген сөз. Ал мына ағалар төрде отырған, ол жүрегі кең, Алла тағаланың бір керемет азаматтары өз-өзін тастамай, осы өнерді өзіне жалау етіп, рухани азықпен
мынау әрбір өмірді, әрбір күнді қадір тұтып жүрген азаматтар ғана осы жерде жиналған деп ойлаймын. Және осы сіздердің орталарыңызға келгенде әрбір тұлғаны өзіме ашып отырам. Келгелі осы екі жас азаматты көрдім да, көздерінен от жанып тұр, өздерін таныстырып жатыр. Сіздерге шығармашылық шабыт тілеймін. Тастамаңыздар өнерді. Сол арқылы ғана таныласыздар. Мына жерде жерлесім кешігіп келіп отыр. Ералы Эльмира Сәрсенбай қызын кереметімен қадір тұтып оқимын. Бөрбай ағамды, Абылай Хан ағамыздың өнерін құрмет тұтамын. Жалпы бұл жерде тегін ешкім жоқ. Және қарасаңыздар, бұларды тоғыстырған да осы таза өнер. Сондықтан қазағымның өнері жасасын, Розаның дені сау болып, шығармашылығы шарықтай берсін деген тілек айтамын. Келші досым, жырға шаба, жүрек тұрсам, жырға ұнап, келеміз әуелесін, ел билейік ырғатылып. Жадырасын жанымызда, от ойнасын қанымызда, әкешіміз, ноймасын танымызда. Ноймасын танымызда. Бақыт атан әр таңымыз, күліп қана қарсы алыңыз. Бақыттымын деп жаһанға жар салыңыз, жар салыңыз. Жадырасын жанымызда, от ойнасын танымызда. Әркешіміз, ноймасын танымызда, ноймасын танымызда. Келші досым, көңіл көтер, қиырымды жеңілдетер. Қас пен көздің арасында өмір өтер, өмір өтер. Жадырасын жанымызда, от ойнасын қанымызда. Өртті боп әркешіміз, нұр ойнасын таңымызда. Шықтырсын желіңді би, тұнып тұрсын көңілді күй. Өзін сүйген жайсаңдарым, өмірді сүй, өмірді сүй. Өмірді сүй, өмірді сүй. Өмірді сүй, өмірді сүй. Өмірді сүй, өмірді сүй. Шығар дауыс. Bağımda gül desеңші, ерек шынар. Көрмей өткен күндер елес мұнар. Сүйгенім сені мүлде
Ұстазы, сол сөзіне жазғаннан достар қамлаңыздар. Игі шығыңыздар. Айналамдар достарымыз жасай беріңіздер. Даусын шығар. Түсінген жақсы, көргендей әркез досша. Дос болсаң демен, досыңды сыйла достарым. Досы жоқ адам, қадірін білмес досының. Достарым менің, қорғаушым әркез асқағым. Ағзам мен адам, дос болу керек әрине. Көбейсін достар, көркем мінезді әрине. Достарым барда, өмірімде ешкім кірletпес. Жұлдыз ғой олар, жамырап Достарым менің, достардың көбі ақ болсын. Барлығында басына келіп бақытсың. Береке бірлік ектесін елдің ішіне. Қасыңнан әркез саған достар көп болсын. Адам мен адам дос болу керек әрине. Көбейсін достар, көркем мінезді әрине. Достарым барда, өмірімде ешкім кірletпес. Жұлдыз ғой олар, жарқырап тұрған төбеде. Жарқырай беріңіздер. Рахмет. Сауқылын жиырған ойнай келдім құрбым-ай. Танысым жоқ қыздайда тамырым жоқ. Тек әшейін өзіңмен ойнай келдім құрбым-ай. Тау етегі бүлдірген қызбен жігіт бір жүрген. Серпін тау ойнаған. Сөзі менің сөзім, әні Роза әпкеміздікі. Ғашығым әні. интернет секілді қашып болғанда. Kaderim yüreğimde sezim taşkan. Özümsüz gülücüde gözüm kaçkan. Kaşık oynar sözünü yergeletken. Kaşık oynar özüne gözüm basar. Sen benim orağımsın asılım. Özümsüz canarımın jasımım.
қала берді өзімнің мөлдір жасын жасыра алмай қолымнан жолсыздан қала берді өзімнің мөлдір жасын жасыра алмай Öpüp aytarız kız balanı Жазықсыз жүрегімнің үзбелағын Жат түгіл жанарымда күл қойнаған Мен сені өзімде қызғанамын Жат түгіл жанарымда күл қойнаған Абылайхан ағамыз керемет. Дауысын айтсаңызшы. Керемет дем алдық. Мына Роза Сейтімқызының кеші өзі шынында да біздің кітапханамызда 12:30-да 12-ден кейін аса бітіп қалушы еді. Бірден асып баратыр, әлі біздің отыра бергеніміз бар. Шынына келген кезде үлкен бір әсерлі, сондай жақсы рухани бір демалыс болғаннан кейін ба біз өзімізден де ұмытып кеттік. Уақыт қарасақ шын мәнінде уақыттың зымырап өтеді екен ғой. Мен өзім таң қалып отырмын. Өзі Роза Сейтімқызы келер кезде біз алдында танысқанбыз ғой. Ақжарқын айтқан еді маған осыны ағай бұл кісі және сазгер, ақын, әрі әнші деп еді. Оғандай болса әзілдеп қойым, 3 в 1 екен ғой деп. Сөйтсем бүгін етене танысып барсақ, бұл кісі 5 в 1 екен ғой. Гитара, музыканттарын көріп отырмыз, әрі жарыс екен, әрі ең бастысы не дейді, күміс алқа сондай бір құрметті ана екен. Рахмет бұл кісіге. Өзімнің атынан құрметті біздің мынау қоғам үшін дейміз, біздің клуб дейміз ғой. Сол мүшелерінің атынан, қонақтарынан тағы да бір қол шапалақтап қошемет көрсетіп қояйық. Алтын уақытын бөліп, мына біздің ортамызға келіп, өзінің өнерімен бөлісіп, бізге сондай көтеріңкі көңіл сыйлағаны үшін бізге мыңда бір алғыс. Мына ешқашанда шаршамаңыз, әлі сіздің алатын белестеріңіз бар алда деп ойлаймын. Ең басты денсаулығын мықты болсын, Алланың берген байлығы денсаулығы мықты болсын. Мына шығармашылық табыс дейміз сізге. Әрсінде тектен көріне беріңіз, әлі сіздің осы кездесуіміз біріншіден соңғысы емес, әлі талай кездесеміз деген сондай мен ойдамын. Дайым солай болсын. Ал үшін мәнде мына қыздарымыз қазір көріп біліп отыр ғой, бұл жерде сізді мысалы құрметтеп мынау айтып отырмыз ғой, әлеуметтік желіден келіп отқан қаншама өнер адамдарын көріп отырмыз ғой, біз қуанып отырмыз. Бәрі тегін емес азаматтардың бәрі. Осылардың бәрінде қазір енді ойға алып отырмыз, айтып отырмыз ғой, біздің осы кітапханаға кішкене ой тастап қойдыңыздар, осылардың және сіздермен де осы біздің кітапханада үлкен шарап кештер өткіземіз деген біз ниеттеміз. Лайым солай болсын. Әлі талай кездесеміз деп ойлаймын осы біздің кітапханамызда. Көп рахмет сіздерге. Кішкене мынау рұқсат болса, кітапхананың атынан кішкене алғыс хаттарымызды ұсақ деген ниетіміз бар еді. Қазір мәтінді оқып береді. Ақжарқын сөйлеп сол алғыс хаттарды ұсына ұсынып марапаттап қояды деген ниетіміз бар. Алғыс хат. Құрметті Роза Сейтімқызы. 3 желтоқсан халықаралық мүгедектер күніне орай ізденген жетер мұратқа атты ғибрат мәдени демалыс клубының жылдық қорытынды кешінің жоғары деңгейде өтуіне ат салысып, оқырмандарымызға рухани бағытта демеу беріп, өз шығармашылығыңызды тарту етіп, ерекше көңіл күй сыйлағаныңыз үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Зор денсаулық, қажымас қайрат, ұзақ өмір мен баянды бақыт тілеймін. Отбасыңыз аман болып, еңбекте табысты болыңыз. Кітапхана директоры Бәкір Нұрманбет.
Ровно сағат 13-ке алдың. 13. Осындай мәтінде алғыс хат құрметті Абылайхан Оспанов ағамыз. Қазақта 8 күні бір су деген жігіттің бірі осы. Осы біздің бауырымыз кәне-керамда. Абылайхан Тұрақты әртісі осы. Бұл кісінің кітапхананың тұрақты қадірмен де құрметті қонағы. Сыпоздара. Елі былайсаш. Тағы да алғыс хатымыз құрметті Айзада Бекенқызына. Рахмет. Өнерін алға баса берсін. Жақындап тұрыңызшы. Негізінде бар ғой, анық тұруымыз керек. Мына артыңызда светта ол жақсы шықпайды. Жүре сұрасаңшы, айтып болмаса. Сары жаңғыра, салаларға неге ақыра, жезеге келе сыймай, күз қарап текке жаудыра. Жалғастырған татулық белгісімен жағалай малдас құрған. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Анаға ақ пейілмен иілсе келін балам, ықылас ізет еткен сыйластық елін таб